Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ғаламдық экологиялық мәселелер. Сабағымыздың мақсаты тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде өз пікірін өзгелердің пікірімен салыстыра отырып жауап беру. Келесі мәтінге назар аударыңыздар. Бүгінгі күні ғаламдық экологиялық мәселелер ғаламдық, аймақтық және ұлттық мәселелер деп бөлінеді. Экологиялық қауіпті мәселелер табиғи экожүйенің бүлінуі, озон қабатының жұқаруы, атмосфераның, әлемдік мұхиттың ластануы, биологиялық әралуандылықтың азаюы, қоршаған орта мен судың ластануы және бұл мәселелер тек қана барлық мемлекеттердің қатысуымен Біріккен ұлттар ұйымының басқаруымен қазірде экология мәселесіне кеңінен көңіл бөлініп, көптеген жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді оқушылар жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Жұқару становится тонким. Қалдықтар отходы. Жойыла бастау начинает исчезать. Қырылу умирают. Алдын алу профилактика. Айыппұл штраф. Келесі оқулықтағы 3-ші тапсырмамен жұмыс жасаймыз. Байлық қалдық сөздерін септейміз. Сабағымызды қорытындылау үшін біз экологияны қорғаймыз, экология мәселесі тақырыбында интеллект карта жасаймыз.